Ал қайырлы кеш, құрметті біздің арнаның көрермендері. Мінекей бүгін біз сіздермен жылқының басын бұзып, шеке дайындау рәсімін көрсетеміз. Жылқының басы қалай бұзылады. Бүгін қонаққа, арнамызға біздің Самат деген жігітімізді шақырып отырмыз. Өнерін көрсетеді сіздерге, білгенін, қолдан келген қалай дайындатын. Сәке, ал сізге сәттілік, бисмилля деп бастайық. Мінекей тіл аламыз. Екі жақтың дәл ортасынан тілеміз. Мінекей бір терісін алып алу керек қой. Терісін алып аламыз бірінші. Осы жерден ақырын соямыз, терісін сойып аламыз. Мінекей Сосын шекесін бөлеміз. тілін алып аламыз, Тілін алып аламыз. Жылқының басы осылай терісі сыпырылып алады алдымен. Мінекей құлағын түп жағынан кесіп тастаймыз. Ал мінекей бәрін біз терісін сыпырып алғаннан кейін оны не істейміз енді? Жағын аламыз. Давайте. Жағын бастайық. Аузын құртып кесеміз. Қойдық сияқты. Қойдық сияқты, иә? Мінекей мына жерінен көздің астынан алыңыздар. Мінекей бұл көрмет жағының Жақтың кілті болады. кілті болады мына жерде. Сол оны шығарамыз. Бұл бір жағы, екінші жағы. Дайындап қояды ғой, иә? Екінші жағы. Екі тістің ортасынан мына жерде кілт болады дедің, иә? Жақтың кілті дейді. Пікірлеріңіз болса қалдыра кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Келесіде қандай видео сіздерге түсіру керек, қандай сұрақ мазалайды, соған байланысты біз видео түсіретін боламыз. Тілін алып тастаймыз, иә? Тілін алу үшін жақтың ішкі жағынан кесеміз. Мінекей жақтың ішіне пышақ салып, мінекей Екі жақтың ішіне кесіп аламыз. Екі жақтың ішін кесіп аламыз, иә? Енді тілін алу процесі жүріп жатыр. Тілін алу. Екі жақтың екі жағын тіліп алдық. Ортасынан ұстап тұрғандарды ақырын шығарып тілін алып аламыз. Мінекей тілді суырып алдық. Осымен тіл алу процесі аяқталып жатыр. Тілін суырып алдық. Мінекей Ішкіліктен кесіп өтіріп. Мінекей бір жағын алдық. Ішкі жағынан, иә? Ішкі жағын кесіп аламыз. Енді жылқының жағын бұзу, тілін алу, жылқының басын бұзу, жағын айыру және шеке дайындау процесі. Бүгін біздің арнаның қонақта Самат Сабыржанов. Екінші жағын жұлып алдық. Жақ етін бөлек аламыз. Жақ еттерін алып аламыз, иә? Бөлек. Жағында ет көп болады, иә? Ет көп бұл. Екінші жағы. Так, мінекей Түбінден кесіп аламыз. түбінден кесіп аламыз. Сосын ет қала бере ме жағында? Сүйекті қалады. Сол арамен кесейік онда. Енді қазір мінекей біз балтамен тарсылдатпай, осындай Makita деген сабинная пила арамен кесуге ұйғардық. Енді біздің бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болса, лайк басыңыздар, біздің арнаға тіркеліңіздер, пікірлеріңіз болса қалдыра кетіңіздер. Ал кеттік, Сәке. Кесе берейін. Кесе қай жерден кесеміз, мінекей?
арамен ыңғайлы екен, иә? Арамен сүйек болмайды. Сүйекті тарсылдатпайсың, шашырамайды. Түзу болып түседі әдемі. Иә. Так. Енді не Енді ортадан шығарамыз екіге. тең ортасын жарамыз. Мінекей балтамен шабылады көп жерлерде, иә? Да, балтамен шабады. Енді ара жоқ жерлерде. Негізі бұрын арамен балтамен шауып келді ғой. Қазір біз енді ара тұрғандықтан араны пайдаланып арамен кесіп отырмыз. Келесі бетінен кестік қой, иә? Да, жуан сүйек жағы. Иә, жібермей тұрды ғой. Мінекей шекеміз. Шекеде осыны айтады ғой. Шеке, да. Мынаны енді екі табаққа жібере ме? Екі табаққа салады. Екі табаққа жібереді. Алдыңғы бөлігі вообще керек жоқ қой, иә? Жоқ, тұмсауы. Ешқандай керек жоқ. Енді жақты. Мына түбімен шауып жібереміз. Енді ана жағы керек жоқ, мына жағын пісіріп жеуге болады, иә, асып. Ал осымен құрметті достар, біздің жұмысымыз негізі мәресіне жеткен секілді. Сондықтан біздің бүгінгі істеген, сіздерге көрсеткен қызметіміз ұнаса, ойларыңыздан шықса, біздің ет бизнесі каналына тіркеле кетіңіздер, подписаться деген кнопканы басып, келесі видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды баса кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар, лүпіл басуды. Ал енді бүгінгі біздің каналдың қонағы болған Самат Сабыржанов мырзаға көп алғыс білдіреміз. Көп рахмет, Сәке, қолыңа дерт бермесін, Алла разы болсын. Тағы келесі жаңа видеоларда кездескенше аман болайық, амандықта жүздесейік.